Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Дәметкен. Бүгін абрикосовый пирог рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде пісіруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет және оңай пісіріледі. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, келесі видео рецепт жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Формамызды дайындаймыз. Ол үшін пергамент қағазын төсеп, жандарына бортиктерді күнбағыс маймен жағып, жабыстырып шығамыз. Ыдысқа жұмыртқаны жарып, қантты 2 бөліп, миксермен жақсылап шайқаймыз. Біздің масымыз ағарып шығуы керек. Қант толығымен еріді, бөлме температурасындағы сары майды қолданатын боламыз. Сары майды 2-ге бөліп, жақсылап миксерлейміз. ұн салынып тұрған ыдысқа 2 шай қасық қопсытқыш салып араластырамыз. Жұмыртқа массасына ұнды қосып, жақсылап миксерлейміз. Өрікті 2 бөлекке бөліп, сүйегін алып турап аламыз. Массамызды формаға құйып, бір келкі қылып жайып шығамыз. Бетіне өріктерді қойып шығамыз, дәл видеодағыдай. Пешті алдын ала қыздырып қойыңыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа қойып қойыңыз. Пирог дайын болғанын тест ағызалағышпен тексеріңіз. Біздің пирогымыз дайын, дәмі өте ерекше, ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.